Сіздер білесіздер, Қазақстанда 2022 жыл балалар жылы деп аталған. Соған орай біз бүгін Алматыдағы циркке 30 баланы апарып жатырмыз. Бұл балалар көп балалы отбасынан шыққан балалар. Бір апта бойы осы акцияны ұйымдастырып, балаларды жинап, әрине білесіздер, балалар бізде өте көп. Циркке бізде бүгін 30 бала барады, 20 маусымда 70 бала, 21 маусымда тағы да 70 бала, барлығы жалпы 170 балаларды біз циркке және Алматы қаласындағы зоопарк пен парк демалыс орындарына апарып қыдыртамыз. Бір апта бойы дайындалдық. Аманат партиясы бізге автобуспенен болысып жатыр. Тағы сол сияқты біздің Қарасай ауданының спонсорлары өздерінің аттарын айтпай, бүгінгі қайырымдылық акциясына байланысты біздің балаларға сусындарменен түрік лепешкаларын әкеп тұр. Ол да біз үшін үлкен қуаныш, бәріміз жан-жақтан атсалысып жатырмыз. Мен інілеріммен бірге паркке баратырмын. Мен өте қуаныштымын. Азаматша қорығына рахмет. Мен әпкелеріммен бірге циркке, зообаққа бара жатырмын. Азаматша қорына рахмет. Вот мы привезли наших деток, расположились, безумно рады, что нас поддерживают в таком мероприятии.